Қара бура. Әңгіме. 6 бөлім. Авторы Асқар Алтай. Құмаш деген Ескендірдің ащы да үрейлі даусына селт еткен ол, арт жағына жалт қарап, кертөбелді қос өкпеден керзетікпен қатты теуіп, бір бүйірге бөденедей бұлт етіп, Ақбасты қапы қалдырды. Ағынын баса алмаған Ақбас жас буыршындармен қатарласа, қисық ұшқан жебедей қырындай берді. Буыршындар да жүрістерін бәсеңдетіп, Ақбастың ығына жығылып, ырқына көнгендей сыңаймен елеңдесе соңынан ерген. Бураның тағы бір айлаға көшкенін түйеші де жылқышы да сезген. Олар сөзге келместен баяу қозғалды. Ақбас ашық айқасқа бекінген. Кәрі түйе мінген тұмақтыға қара көздері төңкеріле аларып, аясынан жас парлап, жалтақтамастан қарсы шапты. Құмаш сойылған сығымдай ұстап, буыршындардың қимылын көздеді де, Ескендір сойылын сүйреткен қалпы ау арқанды бұғалық лақтыруға дайындады. Құрық салымға жақындай берген Ақбас түйешіге туралаған екпінінен кенет тайқи, оң жақта 10-15 қадамдайда қатар келе жатқан аттылы Құмашта есесі кеткендей бір қанат қырандай қайырыла құйылды. Бұл Ескендірге де дөп келген. Аудың жібек арқаны оқ жыландай сумаң етіп, жануардың қауғадай басынан шағын ғана шеңбер көз ілеспес жылдамдықпен жүзіктің көзінен еткендей жып ете қалып, жыланқұрттай иреңдеген ұзын мойынның қыл сағағынан іліне кетті. Ескендір бұғалықты тез ақ тартып, тынысын тарылтам десе де, әккі Ақбас Құмашты қоя түйешіге атқан оқша секірді. Түйеші арқанды сол қолымен шала-пұла саумалап, оң қолына шәңгіш сойылды көтеріп үлгеріп, аузын ашқан басқа әлсіздеу сілтеді. Бураның көзінің оты жарқ ете түссе де, алған бетінен қайтпастан кәрі түйенің мойнына аузын салды. Осыны күткендей қайсар түйеші де бура басын қамшымен тартып жіберді. Ашуға мінген Ақбас аузын адамға салуға мойнын құрықтай созды. Бірақ айлакер түйеші тақымына қысқан қос жұдырықтай кигізді шебер, шапшаң қимылмен азулы апандай ауызға тоғытып жіберді. Қақалып шашалып қалған дүлейдің басына бұғалық болып түскен арқанның бір ұшынан алдын ала дайындалған қалмақша ноқтаны сып еткізіп кигізіп те үлгерді. Осының бәрі де қас пен көздің қағысында өткен. Көмекейіне жұмарлана кірген құрғақ кигізді бура тілімен аузынан шығарған сәтте иегінің астынан тұмсығына тұқырта тартқан ноқтаның мұрындығы кеңсірігін қысып, ақ көбіктенген аузын аша алмай қалды. Жағын күшпен ашайын десе, қарулы қол қыл сағақтан тартқан ноқтаның жуан саусақтай ғана мұрындығы жұқа кеңсірігін сығып, тақыр шүйдеден құрсаулаған жіңішке желкелігі құлақ шекені қоса қысып, жанын көзіне көрсетті. Ақбас бура түйешінің бұғалықты мойнын сыпырып, аудың жібек арқанынан қалмақша қолма-қол жасалған ноқтасына амалсыз мойын ұсынған. Бұл кезде қос буыршынды сойылмен қайқан қақтырып бара жатыр еді Құмаш. 60-шы жылдардың аяғына дейін сол Ақбас бураның арқасында қалған ойсылқара тұқымы Ақшиде 200-ден асты. 70-ші жылдардың ортасына қарай ет өткізу деген науқан басталғанда, тағы да момын түлік көзге ілініп бір жолата жойылып кетті ғой. Ол кезде совхоз басшысы болған Уәлихан деген директордың өзі бас болып, бұл жалпақ табандардан құтылудың орайы келе кеткені. Бүкіл өңірде тігерге тұяқ болып, Ескендірдің қазіргі қара бурасы бота болып, қолда ұстаған інгені ғана қалып еді. Жылдар жылжи түйеші шал екі інген мен қара бураны қолынан айырмағанды. Енді екі інген де жоқ, шал да қартайған. Қара бура ғана құла түзде құсадан қаңғып жүр. Шал кеудесіне көлденең асынған қосауызын жөндеп қойды. Астындағы биесін тебініп қалып, қосауызының өзегіне оқ жүгірткен жүгіртпегенін ойлады. Ойына ештеңе орала қоймады. Амалсыз ақ қарлы жазыққа жанарын тіккен. Көзі қарыққандай жасаурап сала берді. Қара бура екі өркеші баладай тік тұрып, тілін шайнап, тай шаптырымда қоныс тепкен ауылға шұнақ құлағын салып, өз-өзімен тың-тыңдап, кенет кері бұрылып, құздан қарғығысы келгендей, түйеқұлағанға төніп кеп төмен қарады. Төменде сол бір әппақ бу, әппақ тұман кілкиді. Бураның көз алды тұманытты. Дереу кеуек басын бұлғап алып, бақ етіп жынын шашты. Тұңғиық түбінде өзіне белгісіз бір күшпен шақырғандай болған ақ пердеден алыстағысы келіп, кері шегінген.
Үнсіз бұрылып Калинин фермасына, ел осы күнге дейін 5-ші атап кеткен ауыл жаққа қарады. Күн еңкейген. Ауыл жақын болғаннан ба, бура боздай қоймады. Сақтығы ма екен? Ауылдан асығыс атты адам бөлініп шықты. Бұл үн-түнсіз тұра берді. Өн бойында күні-түні ойнақ салған қояншық сезімдері сап басылғандай. Екі көзі бірақ шоқтай жайнайды. Жүзіктің көзінен өткендей болып жарап алған жануар жұтынып тұр. Ол ұзақ шабысқа дайындалғандай тұрған жерінде қос уыс құмалақ тастады. Шаранасынан шабытты дердің өзі. Ауылдың терістігіне қарай жылдам қозғалып бара жатқан салт атты 14-15-тегі бала Амантай еді. Ол үнемі құлынынан мінген кер құнанымен сенбі күні Қойлы ауылға тартып отыратын. Бүгін мектептен кеш шығып қалған. Бірақ бір күнде болса Қойлы ауылдың қызығы мен шыжығы тартып тұратын ол тоқтаған емес. Боран болмаса. Ауылдан шалғай шыққанда ғана бала арт жағынан жерді оярдай дүрсілдеткен дауысты естіді. Жалт қараса түгін ақ қырау шалған, аяқ астынан шыға келген албастыдай дәу бураны көріп шошып кетті. Жас кер құнан да енді байқаса керек, ала кеп жөнелген. Арсы-гүрсі жынын шашып, іш жағынан ышқына шыққан ерсілеу үнін естіп келе жатқан балада ес қалған жоқ. Кер құнанның жалына жабысқан. Кеш қоюланып қалған уақ. Ауыл жақта жарық жанғанды. Бура бұлаң шабысты үдеткен. Кер құла басын бұрар адамның жоқтығын сезгеннен жалтаңда жер жадысын білетіндіктен мүлде басқа өңірге бас қойды. Іргедегі түйеқұлағанның жоғарғы жағында келе жатқан ол жалт беріп, кереге жартасты түйеқұлағанның қарсы бетіндегі жатаған жоталардың жылға жыраларына қарай бұрылған еді. Төрт аяғы тайғанақтап келе жатқан құнанның мүшкіл халге түскенінде ғана бала жан-жағына бағдарлауға шамасы келген. Қорқыныштан артына қарайлады. Бура әлі екі елі қалмапты. Тайғанақтап, сырғанақтап келеді екен. Оңайшылықпен құтыла қоймас. Үрей қайта үйірілген. Ақ тұман қаптаған сай табанына іліге құнан шұғыл борылғанда екпінімен қисайған Амантай басынан бөркі ұшып кетті. Ол өзі папаха тектес тігілген елтірі бөрік еді. Басында бөрік ішінен киіп жүргенге тар қылып тоқыған түбіт тоқыма қалды. Басы тоңа қоймас. Артынан енді атой салып ұмтылған бура бөрікті басып жата қалды. Бөркіне қараймын деген Амантай мұны көріп, енді лақтыруға не бар деп шапшаң ойлап өткен. Бірақ ештеңе есіне түспеді. Тағы дүрсіл естілді еміс-еміс. Қысылған ол мойнындағы жүн шәрібін жұлып алды. Артына қиыс қарап, бураның сақылдағанынан шоши жүннен тоқылған шәрібін лақтырды. Бұл жолы бірақ бура әуеде ирелеңдеген шәрібіне пысқырып та қараған жоқ. Қайта азынаған зор даусымен тұманды терең тұйық үшін жаңғырықтырды. Шілік пен көктал аралас өскен қамысты қорыс қаптаған жерлердің ара-арасымен кер құнан таныс болу керек. Қатқақ құрғақ жерлермен құлдай құйғытып келеді. Қара бура да қалар емес, екпіні үй жығардай. Сайды құлдаған сайын ақ тұман арылып, жайылған қызыл судан ойдым-ойдым кішкене көлшіктер қатқан тұсқа кең аңғарға шықты. Қалың қопаның ішіне жан ұшыра кірген құнан тап алдынан жып-жылтыр мұз айдынын байқап қалып, көзі шарасынан шыға жалт беріп бұрылам дегенінде оң жамбасына оңбай құлады. Бала құнан үстінен алға қарап қалпақтай ұшып кеткен. Кер құнан кісіней шыңғырып жатқанда Амантай үрейден есі шыға еңбектей жөнелді. Жан дәрмен бет жүзін қамыс тілгілей алға ұмтылды. Тап алдындағы ақ айдын мұзға қалай шығып кеткенін өзі де сезген жоқ. Жүрегін жаулап, санасын билеп алған үрей үстінде жылжи түсті. Кер құнан орнынан көтерілем дегенше зіркілдеп жетіп келген қара бура құймышақтап ауызды салып өткен. Құнан құлаған жерді көрген әккі бура ағынын басып алған еді. Ап етіп ауызды салып өткенде оп-оңай бір жағына қарай бұрылып үлгергенді. Ол осы бір аялдаған екпінімен адамды іздеген. Құнан құймышағы керең ете қалса да құлаған жоқ. Шыңғыра кісінеп
шу қарақұйрық құлдырап жөнелген. Іңір қараңғысында бура берекесіз қуғыннан шаршағандай құнанның ізінен түспеді. Селдір қамыстың ар жағында жарқыраған айдың жүзінде қарайғанға көңілі ауып, бір басып, екі басып солай қарай жақындады. Күректей жалпақ табанымен қопа үстін сытырлата келіп, қызыл судан бұдырсыз болып қатқан көк мұзға қадала қарап тұрды да бақ етіп аузындағы ақ көбігін айдын бетіне шашып жіберді. Жан тәуекелге ет жүрегі дауаламай, жойдасыз жалпақ табанымен балпаң-балпаң басуға балтыры шыдамай, мұз бетінде қарайғанға көзін сүзіп, көңілі бұзылып, долылық кеудесін кернеген сұмдық ойын жүзеге асыра алмай тұрды. Табанымен тайғақ мұзды тап-тап басып та байқаған. Әбден күс боп қатқан тасты қатты табандары тайғанақтай берді. Тәуекелге тауаны жетпей сайдың ішін басына көтере боздадау бүр. Түнгі аспан мен тау тасты тұйық-тұйықлаған бірге боздай жөнелгендей жаңғырықты. Сай іші тітіреп, қамыс арасы қалтырады. Қамыс басы сусыл қаққан. Бураның ащы үні таза ауада алысқа кетіп жатты. Ол ұзақ-ұзақ боздап алған соң, арлы-берлі бойлауық биік қамыспен бірдей болып, қарауытқан үйдей болып қозғалып жүрді де қойды. Мұз үстіндегі қорғансыз бала қалтырай бастады. Ол суық қармаған денесін қыздырмақ ниетпен мұз үстінде секірмек болып еді, тайғанақтап құлап қала берді. Аяғындағы қара пимасы қалт-құлт қалтырап тұрған тәнін тік тұрғызбай, қайта-қайта жалп-жалп жығылып, денесін ауыртып алған. Үстіндегі қысқы пальтосы мен ішінен киген мектеп формасы қамсау болар түрі жоқ. Тұла бойының ауырсынғанына қарамастан Амантай құлағанын қоймады. Қалайда үсініп қалмаудың қамын ойлаған. Денесінің көгеріп сазарғанына қарамастан қатты қимылға көшкен. Қаһарлы суық қойны қонышы мен шәріпсіз өндіршегінен ызғырып кіріп жатқандай қолды-аяққа тұрғызар емес. Суықтан қол-аяғы қатып, сыртқы денесі суына түскен. Қанша шыдап бақса да саусақ башпайлары жансызданып, икемге көнуден қалды. Көзі жасқа шыланған бала тісін қарыстыра түсіп, жұмған жағын ашпады. Қаншаға шыдап бағар екен? Шыдау керек. Ол орнынан қалталақтап қайта тұрды, қайта құлады, қайта тұрды, қайта құлады. Сілесі қатқанша құладай келіп, құлай беру керек деген ой қармады. Қалтылдап тұрған қалпында қамысты жиекке бұрқылдап жүрген бураға қараған. Бурада дамыл жоқ. Жынын анандайға шаша азынап-азынап қояды. Бала тайғақ мұз үстіне ұшып түсті. Дем алғысы келгендей қимылсыз. 6 бөлімнің соңы жалғасы бар. Құрметті тыңдарман, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.